Балалар, қазақтың әр оюының өзіндік сыры мен сұлулығы бар. Қазір біз қазақтың бірнеше ою түрлерін қайталап айтайықшы. Балалар, қараңдаршы, экранда қандай әдемі оюлар пайда болды. Бұл оюларды бірге танып көрейік пе? Бұл қошқар мүйіз оюы, қошқардың мүйізіне ұқсайды. Ол байлық пен молшылықтың белгісі болып саналады. Қазақ халқы бұл оюды береке мен күштің нышаны ретінде қолданған. Бұл құс қанаты оюы. Ол еркіндік пен биікке самғауды білдіреді. Бұл ою адамның арманға ұмтылуын бейнелейді. Бұл құс тұмсық оюы. Ол ептілік пен қырағылықтың белгісі. Қазақ халқы бұл оюды сақтық пен зеректікке теңеген. Бұл тарақ оюы. Ол шаш тарайтын тарақ тәрізді. Бұл ою әдемілік пен ұқыптылықтың белгісі ретінде қолданылады. Бұл қызғалдақ оюы. Көктемгі қызғалдақ сияқты. Ол көктем мен жаңарудың белгісі. Бұл ою сұлулық пен нәзіктікті бейнелейді. Балалар, бұл қазтабан оюы, қаздың табанына ұқсайды. Ол жол мен бағыттың белгісі. Бұл ою алға ұмтылу мен із қалдыруды білдіреді. Міне балалар, қазақтың оюлары осындай терең мағынаға ие. Әр ою халқымыздың тарихы мен даналығының көрінісі. Оюларды білу өз мәдениетімізді құрметтеу. Ал балалар, осы ою түрлерін тағы да бірге қайталап айтайықшы. Жарайсыңдар балалар, қазақтың әр оюның өз атауы мен мағынасы бар. Оюлар біздің ұлттық қазынамыз.